Сәлем достар, сіздермен бірге Фарида Юлюбай және де Проспектус бизнес клубының жаңалықтар бөлімі. Біз бүгін сіздермен тек қана әлем жаңалықтарымен бөлісетін боламыз, олай болса кеттік. Сонымен достар, олай болса кеттік. ақш әділет министрлігі мен штаттың бас прокуроры Google-дан Chrome браузер мен жарнама бизнесінің бір бөлігін сатуды талап етті. Қалай ойлайсыздар? Бұл дұрыс па әлде бұрыс па? HBO телекомпаниясы Илон Масктың SpaceX туралы фильм түсіріп жатыр. Фильм өте қызықты болады деген үміттеміз, міндетті түрде барлығымыз күтетін боламыз. Бүгін байқап отырсаңыздар, телекомпания, сериалдар туралы жаңалықтар болып жатыр. Соның бірі Netflix эпидемия сериалын рекордтық $1,5 миллион ресейлік жобалар үшін сатып алып жатыр. Әрине бұл өте қызық, сол үшін де эпидемия сериалын барлығымыз міндетті түрде көреміз. Netflix'тің негізгі ойы соңғы жаңалықтарға байланысты вирусқа, әдеттегідей Netflix'тан біз өте сапалы сериалдар, фильмдер күтетін боламыз. Бұл соңғы жаңалық сіздерге шок әкелуі мүмкін. Өйткені соңғы жаңалықтарға байланысты, жаңа жоғарыда айтып кеткен сияқты вирус, эпидемия деп айтып кеттік. Соның бәрі қайдан шықты? Әрине Қытайдан. Енді қараңыздар. Қытайдың капитализациясы сонау 2015 жылдан бері алғаш рет $10 триллион өсті. Бұған не дейсіздер? Әрине өте қызықты, қалай, неге деген сияқты. Егер де достар, бұл соңғы жаңалық сіздерге шок әкелетін болса, біздің видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Сонымен достар, бүгінгі біздің жаңалықтар легі осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Фарида Юлюбай. Әрине алда әлі де талай қызықты жаңалықтар сіздерді күтетін болады. Сол үшін де біздің арнамызға жазылыңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар және де комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.